жарғынан солайдың дірілдеген аңғарғандай боламыз жұмбақ жайды. Армысыздар, құрметті өнер сүйер қауым. Өлең дегенде ішкен асын жерге қояр қадірлі жыр сүйер әлеумет. Өлең дегенде, ән жыр дегенде қаны ойнап шыға келетін, ақын патшасындай сыйлайтын ардақты ел жұртым, амансыздар ма? Ақынның астындағы атын мінгізіп жіберуге дайын тұрған ақ көңіл, адал пейіл, ата қазақ баласы бармысыздар? Астындағы атын емес ау, аузындағы асын беруге бар адал дос ағайын тұрғанда, ақындар аты жадымызда жатталып, санамызда қатталып, ойымызда сақтап қалары сөзсіз. Ендеше сол ақын жанды көпшілік асыға күткен өлеңмен сусындап отырған ақындардың бірі емес, бірегейі, колледжіміздің таланты жас ақындардың бірі Сайдахмет Айбек Тұрғанбекұлының шығармашылық кешін бастауға рұқсат етіңіздер. Ортаға кеш иесі Сайдахмет Айбек Тұрғанбекұлын шақырамыз. Айбекті ақындық жолда өрге жетелеп келе жатқан ұстазымыз Бұланбаева Бақайша Қасенқызына береміз. Пай, киелі неткен жер, батырлар дүрілдеп өткен жер, тұлпарлар дүбірлеп төккен тер, сарылып сал сері кеткен жер, бас иіп иіскеп топырағын, тағызым жасамай өтпеңдер. Бұл маңда құлшылық етемін тұрғанға, құлшылық етемін құмдарға, тағызым жасаймын қырларға, шүкірлік етемін қашанда, осы бір отанда тұрғанда деп Мұқағали бабамыз жырлап кеткендей, сол Мұқағалидың жерлесі, жас түлек ақынымыз бірінші рет колледж тарихында 80 жылдық бірінші рет жас ақынның кесілу ақындық жаңағы шығармашылық кешін ашуға рұқсат етіңіздер. Атқа тастап бүлдіршін балашағын, тұтандырып өмірдің жаңошағын, жас ақындар бабалар дәстүрімен жалғастырар халқымның болашағын деп. Рахмет. Осы ойлардан не пайда бар шабытым, аттырып шықпаса бір арадан деп өзі айтып өткендей, шынымен де шабыты дарабоздай дараланып, оқ бойы озып арадан ытырылып шыға алдыға шыққан Айбек Сайдахметұлына мыңда бір алғысымызды айтамыз. Иә, шынымен де өзінің және бір қолтаңба деген өлеңінде көрер едің, өштім бе, әлде жандым ба, қия басып, бұрыс кетіп қалдым ба, байқар едің, көрнем бе жалған боп, өз кейпімнен адастым ба, тандым ба, байқар едің, ынжықпын ба, жоқпын ба, сезер едің, жаңқамын ба, оқпын ба, түсінерсің, мен де жай бір адаммын, мен шын ақиық Мұқағали жоқ мұнда. Оғар едің, жалықтырып алдым ба, ел түсінбей ең соңында қалдым ба, әлде мүмкін қос қанаттай бәйгеге шаршы топта суырылып жардым ба, мына маған сөз жазғызып алдың ба, білгін келер кім екенін алдың да, мұқаңдар жоқ, мұқаңдардың шәкірті, Айбек атты өскін жігіт бар мұнда, деп өзін өзі таныстырып, өзіне сыни көзқараспен қарайды. Өзін бәйгеге қосылған атқа, мұқаңның, яғни Мұқағалидың шәкіртіне балайды. Бұл өлеңі Мұқағали Мақатаевтың автограф деген өлеңіне еліктеу ретінде жазылған өлеңі болатын. Ал сен мына өлеңін білесің бе, Жанна? Қай өлеңін? Мінекей мына өлеңін жақсылап зер сала тыңдаршы. Бұл өлеңде тура жаңағыдай, бірақ сәл өзін жақсырақ танытары. Тыңдап көрші. Есін жаңа жинаған жас баламын, неден болса сескемап жасқанамын, өзімді өзім егерде айтып өтсем, көрінбеген белгісіз жас талабым, мұны өмірде белгісіз көп білерім аз, қанат қағып бірдемелерім аз, кеудемде бір талабым шоқтануда, талабыма өзімнің тілерім қаз. Білмесімнен жаман күй кешудемін, білерімнен мен таптым шешугемін, мейлі білдім білмедім мұны өмірдің, алға ұмтылып ескегін есудемін, дейді. Қалай өзі?
Расында да керемет екен. Бұдан басқа біздің қандай Айбектің сөзі керек? Осы тұста мен де саған Айбектің бір өлеңімен жауап қайтарайын. Ол қандай өлең еді? Желпіп өскен баламын жыр айдарын, көріп білдім өмірдің жыл айларын, демеп тұрған белгісіз мұн әлемді, ұмытпаңдар адамдар, Құдай барын деген өлеңі. Мұнда сен діни сауатыңды ашуға жетелейді. Міне ендеше сөзі сөз аға кен, көңілім көзім ашылып, жан дүнием кеңейіп сала берді ау. Дүниеде көз қарасы әжептәуір өзгере бастаған секілді. Қалай өзі? Бірақ біз екеуміз бір нәрсені естен шығарып бара жатқан сияқтымыз. Бәрін айт та бірін айт. Бүгінгі кеш Айбек жанның жырын айт демекші, Айбек ақынның өлеңдеріне сөз кезегін берейік. Шынымен де екеуміз аңғармаппыз ау. Айбектің барлық өлеңін екеуміз-ақ айтып тастауға шақ қалыппыз. Абай атамыз айтпақшы, өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы, тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Айбектің тілге жеңіл, жүрекке жылы тиген жұп-жұмыр өлеңдері тілге оралып, бірінен соң бірі ойыңа келе беретін болғандықтан да болу керек. Біз ол өлеңін қайта-қайта кезекпен айтып жатырмыз. Айбектің өлеңдерін таласа тармаса жаттаған ақын жанды ол қыздарымызға ендігі кезекті берейік. Туған жердің сырын шерткен ақынмын. Оқитын 103 топ студенті Молдақұлова Бегай. Туған жерге жыр арнап мен келемін, мәңгі соғар жүрегім сен демедім. Қалай айтам туған жер дегенімде, белгісіз күш бойымды кернегенін. Я, туған жер, қызығып қызықтадым, адам елтер тамсанып қызықтарын. Қалай білмей келгенмін туған жерде, бүгулі мұншама қызық барын. Есіп тұрар лебінен үзік сарын, жөн болар ау көз салып қызыққаным. Туған жердің тамсантар қызықтарын, айта берсең көп шіркін тізіп бәрін. Өзіңе риясыз мен еркеледім, перзенттің ардақ тұтқан пендең едім. Дүниеге келгенде осы мынау кіндік қаным тамған ел жерге менің. Маған бақыт, маған сый, кең көлемің, саярауаңмен тыныстап емделемін. Туған жердің құдірет мейірімі, ұмытпадым анам мен теңгелерін. Отан оқитын Рақша Әйгерім. Кең пейілмен даңқ шыққан, бейнесі қасиетті өр тұлғасы, аумайды қалықтаған қыран құстан. Жері кең тазауасы мөлдір суы, аңдары жортатуын киік бұғы. Тәуелсіз әрі тыныш бейбіт елсің, көгінде желбіреген көкшіл туы. Қазақстан киелі құтты мекен, отанымды әрдайым мақтан етем. 15-тегі тәуелсіз Қазақстан, өзіңсің отан анам, туған өлкем. Деген отбасынан басталар, біле білмес әлдекімдер басқалар. Отбасынан отан шыққан шындық қой, деген бар ғой іргетастан басталар. Отбасы егізеді отан менен, бұл сөзді анығырақ ойла терең. Ажырамас бұл екі егіз ұғым, екеуімен мәңгілік өсіп өнем. Отан менен отбасы қос анадай, екеуінсіз өмірді сүрем қалай. Болмаса егер дәл мұндай егіз анам, шығармеді өлеңмен жырлар талай. Өлең сырын, айтылатын мазмұнын терең жырын түсінбейді оңай деп ойлай мекен. Бұл өлеңнің ашылмас жұмбақ жырын. Өлең тез еш уақытта толмайды, кейде өздігінен туындайды. Тексеріп жөндеймін деп өрікпейді, түкті де білмейтіндер өлең жайлы. Мен сені әлденеше қайталағын, көзіммен көкірегі ояу жас сананың. Бой бермей өзеурейді оңай ғой деп, делдейтіп, желпілдетіп қостанауын. Оңай болса несіне мен аянайын, жоғақ қой оған менің теріс райым. Айтып жатсам ұқпайды сөздерімді, түсінбей-ақ кеттіңдер ауағайын. Айбек міне осылай толғанады. Ағайын ақын жанының түсіне білейікші.
Араң шолақ екен адамдар, бір-біріне қонақ екен бол-болым. Мың күніңгі татидай, осы отырған бір күнім ай. Қолпырған қызғалдақтай қайран өмір қар жаумай, қазан ұрмай солады екен бол-болым. Мың күніңгі татидай, осы отырған бір күнім ай. Шалған екен көргенім, арман екен көрмегім ай. Жігіттің серелігі елде қалар, аққудың арман әні көлді қалар бол-болым. Мың күніңгі татидай, осы отырған бір күнім ай. Шалған екен көргенім, арман екен көрмегім ай. Жігіттер шашағыңда ойнада гүл ағердің, алтын қасық көрде қалар бұл-бұлым. Мың күніңгі татидай, осы отырған бір күнім ай. Шалған екен көргенім, арман екен көрмегім ай. Дейді жігіт жасыл терек, төбінде мамыр құстыр келбелеп, ақ бұлтпен астасыпты қолаң шашы, мейірімді тана көз елден ерек. Айналасы гүл бақша, мейіз өрік, батыл болден алаңсыз гүл нұрып. Құйындай дөңгеленіп келіп кенек, телпегімді ернімнен сүйді еріп. Мана ұраған бір күйге ол бөленіп, алма өрік беріп кетті ол жөнеліп. Ғайыптан ұшқан ол қыз көкке самға, тұра қалды айдай болып дөңгеленіп. Тарттым кеп домбырамда бір белгідеп, қаламаймын өмірді күрмеу көп. Менің бірлігімнің айғағы, тұлтымның түгісілмес қайнары, биік ұстар мақтанышы байрағы, арнамысы қуат күші айбары. Туған тілім менің бақытымда бағымда, тілім менің жүрегімде қанымда, сақтап өтер қарасындай көзімнің, осы тілім байлығымда барында. Ана тілі аманаты бабамның, ана тілі көне үні даламның, ана тілі бабам тілі бойыма, ақ сүтімен бірге сіңген анамның. Ана тілім менің сүрер ғұмырым, биік болсын әрдайымда тұғырың, бабалардан балаларға жалғанар, ұзақ болғай ғұмырың. Қазақ тілі ана тілім ол менің, қарыштағын алғасамға өрлегін. Қуанамын менің ана тілімде, сөйлеген көрген кезде өзгенің. Сыйлағанда өзге ұлттар тіліңді, не дұрыс бар қазақ жасы білімді. Өзге ұлттар сөйлегенде тіліңде, неге ұмыттың сан ғасырлық үніңді. Қазақ жасы тілді сыйлау борышым, түсіне біл жас кезіңнен соны үшін. Елін жерін қорғағанда ежелден, қам жеді ғой ата бабаң сол үшін. Ойлар түсін құрметтегін сен бүгін, тіліңменен білінбейме елдігің, білуге де болады ғой бөлекше, тіліменен қазағымның кеңдігін. Сыз өмір, тұзсыз бір ас секілді, бар мәселе достық пенен шешілді. Достық деген ең киелі ұғыммен, жинап едім мен де алғаш есімді. Досың болса ең киелі сырласқан, бар өмірді бірге қашан жырласқан, бірге болып жан дүниеңді ұғынған, сол емес пе армандарың шыңдасқан. Тілі
Заманнан сонау тамыры соққан тереңге, арқауда еттік тілді де бүгін өлеңге, жырлаймыз талай қазақ боп тұрсақ өмірде, шыбындай жаным шырылдап тұрса денемде, қазақтың тілін, қазақтың мынау байлығын, ұлтымның жарық жыр етем жұлдыз ай күнін, қасиет қонған киелі байлық едің сен, қазақта елдің өзіне ғана саймығым. Тілім деп менің соғады мәңгі жүрегім, өзіңмен тілім бақытты өмір сүремін, халқым ау шіркін өлеңге қосып тіліме, ашитын жаны балаңның мен де бір едім, шуақ шашқан қазағымның барына, мақтанамын ана тілдің барына, тілім сенсің ең бір жақын ежелден, ата баба қазақ жұрттың жанына. Табиғат оқитын Отаршиева Гүлназ. Аққан өзен құзың жарың еліктіріп әкетер, тылсымыңда дала кезген әдемі сары сағым белгісіз сұлу ағым, олақ шіркін қызықты тылсым жағың, адамды қызықтырып елітеді, арайланып қызарып атқан таңың, қар басқан биік тауың, мәулелі бұтақтарың, иіп бауың, аялаңдар әрқашан аялаңдар, табиғатты аялап сүйіп қауым. Алаулаған ақ таңдай болар екен деп іздедім баққандай, өзгерді ғой өмірімнің бар мәні, кездестіріп бір аруды тапқандай. Қарасаң көз тойғандай көркіне, қоймайтұғын бір сәтке де еркіне, байқамасаң қаларсың сен шалдығым, айықпайтын махаббаттың еркіне. Жаралғандай менің ғана бағыма, демеу болып жабырқаулы жаныма, елес болған ару қызды балаймын, сыр болып бір атқан тұрдың нұрдың таңына. Сағыныштан жаратылған сағым едің, нұр ойнаған ағыт ұлпадай жаным реңің, асыл арман аяулы жыр бағым менің, бір өзіңе ақтарамын сезім легін. Болашақ кілтті ғой болашақтың білімді ұрпақ, естен шығармайық оны мықтап,
Білімді ұрпақ болса ол бір байлық, қиын да емес, есте мұны ұқпақ. Білімді басқалардан дара шықпақ. Қоғамда білімдіні тұрар құптап, білімді бола берсе әрбір ұрпақ, еліміз алар мәңгі жақсы тұрпақ. Бұл санаммен жақсы өлең қалай туымақ, жаман ойлар қаумалап жан жағымнан, басымды миымды алды шармақ. Өзімді де өзгені ығыр қылып, алдым-ау зияндықты тұғыр қылып, пайдасыз адам болып барамын мен, жабысып бәле тұрып бұл бір қылып. Барлығы мына мені жек көреді, шетінен адам өткен өкпеледі, кейбіреу мына мені көре алмастан осылай жүргенімді көп көреді. Жаман көзбен алая қарап бәрі, жүрегімді осылай жаратпады. Артық ауыз сөз айтсам ызаланып, кей жеп қоярдай көрінеді талап бәрі. Өзім бәрінде тілеп алғам, қиындықпен өмірде сүреді адам. Қарайып қойсаң көңілсіз жақындарым, кәдімгідей бір түрлі жүдеп қалам. Деп толғанады кейде Айбек, іштей мұңайып қалады. Ер жігіт емес пе, не де болса қасқайып көтере біледі. Осы жерде мен Мұқағалидың бағанағы шумақтарын тағы қайталап кеткенді жөн көріп тұрмын. Біз деген досым, тағдыр қызық қалықпыз, жанбайтын жерде жаныппыз, бармайтын жерге барыппыз. Біз деген досым, тағдыр қызық қалықпыз, білгендер білсін, білместер мейлі білмесін, күндестер мейлі көр алмай күнде күндесін. Қаратастан да мейірліді күткен ақынды, қатыгез жандар ашынтып алып жүрмесін. Антейміз біздер, жеріміз біздің халықты, халықсыз біздің антейлігіміз қауіпті. Жұртына тастап кетпесі болды көшкенде, берендері үшін қорғасын құяр қалыпты. Бұл Мұқағалидың ақынға деген өлеңі еді. Ақындарды ешқашан жек көрмейік, жаратылған бөлекше деп бөлмейік, жылы жүзді іздеумен күні кеше ақындарды жетерлік өткен кейіп, дейді Айбек ақын өзі жұртына терең оймен. Келесі тыңдайтындарыңыз Айбектің өлең деген өлеңі, оқитын Қоқымбаева Гүлзат. Бір сүрем мен мәңгі өлеңменен, алыс демес, жат демес өлеңменен, қысылғанда жаныма сызат түссе, табам әркез жақыным өлеңненен. Менің емім жандауам өлең бекен, өлеңсіз күйге дәсем бөленбебем. Мына өмірде мен үшін таңға жайып, келетін ештеңе жоқ өлеңге тең. Шама шарқым келгенше өлеңдетем, емес әсте көп сөзден өлеңдекем. Бақытты ғой ақынның барлығы да, басын оның жасаған өлең мекен. Бас емес тек бар тәні өлең еді, бұл да болса Құдайдың көмек еді. Бақытқа ақындарды бөлегені, сондықтан да ақындар бөлегеді. Бөлек әрі дүние әлем білер, ақын адам болашақ көрегені. Ән орындайтын Толымбетов Азамат Дүнгенқызы. Күндей тұнық көздеріңнің қарасы, осылардай қастарыңның қарасы, жастарыстам жалын атқадап жүзін, аллаулайдай атқан таң мені даласып сырғалы. Қиялғанша ерітегелес түнген қызы арманым, кез боп келсем ерітелікке сенен көзді алмадым. Өзгені емес өзіңді ойлап жүдедім, түндерде бір қазақтың жүрегін сырғалым. Кімге болсын сүйкімді бір баласы, көңілімді баурап алып барасың. Гүл көрайсың, күн көрайсың жолдасың, елге жәннат ерке даласым сырғалым. Ұялғанша ерітілгенде түнген қызы арманым, кез боп кетсем ерітелікке сенен көзді алмадым. Өзгені емес өзіңді ойлап жүдедім, түндерде бір қазақтың жүрегін сырғалым. Өмір
Бірінен бірі қалмай маңшы болған, мұны өмірде аяғын шалыспасы, кім сүрініп дүние, кім жығылған. Дүние жалған едің, тәттақ едің, белгілі өмір бедер салған едің, көріп өтіп ақылға салар артты, шығатын белгісіз алдан едің. Бүгін бар, ертең жоқ жалған бәрі, пенденің өмір еді малданғаны, бәрі бірдей сүрді өмір алаланбай, жанбаған тағы бар жанған қаны. Амал бар ма тағдырдың салғанына, лажың бар ма дүниенің жалғанына, бұл өмір қатал тағдыр сыны қатты, аяқтан бойсын шалғанына. Адам келгендіктен бұл жарыққа ұмтылудан еш жалықпа, жоқ болса бұға бермей талқын алға, бар болса тұға бермей бер тартпа. Тіріде жақсыларды силай білгін, сөздерін даналардың тыңдай білгін, көпшіл болсаң жақсы да көп, жаныңа жақсыларды жинай білгін. Оттай бол, жана білгін, шоқтай болып, зулаған қамалы жоқ оқтай болып, шыншыл бол дау-таластан сөз ішінде, қалмағын көп алдың, көптей солып. Алла, сен жүзінде иман болсын, ұстаздық адал жолды имам болсын, үнемі бір Құдайға сиына жүр. Сөзіне Құран кәрім илан солсын, өмірдегі сөзіне Құран кәрім илан солсын, анаң менен атаңды құрметтегін, өмірдегі атана бір мектебің, силап құрмет көрсетіп жүрмесең сен, тірі бұл өмірде жүрмекке ме? Айбекке арнау, Айбек болашақ ұстаз ақын. Ұстаз деген екінші анаң өмірдегі, баршаға нар беретін өнегелі, ұстаздарды әрқашан силап өткен, қайғысыз қуанышты күн кешеді. Ұстаздықтың сара жолын таңдап, келесің ақындардың жолын жалғап, ақындық пен ұстаздықты ұштастырып, көтеріліп биіктерге құз боп самғап, кейінге мұра қалдыр мәңгі өшпейтін, көбейте бер жырларыңды нұр төгетін, білікті де білімді жақсы ұстаз бол, шәкірттерді мәңгілік құрметтейтін. Өткір бол, қылыштың өр жүзіндей, ақын бол, ұлабайдың дәл өзіндей, тайсалма, алға ұмтыл әрқашанда, биік шыңға өрмеле, тек ерінбей. Балалық сағымданған, бал бұл жанып басымда, бағым жанған, балалығым, байлығым, бар бақытым, өкінемін отырып сағынғаннан. Амал нешік өтті де кеттемес пе, айналды да бір сағын кеттелеске, алдандырып бір сәтке елітті де, аңсаймын балалықты армандаймын, арманы бұл балалық бар маңдайдың, әдептіміз емес пе осы біздің соңынан өкінетін болған жайдың, бұл балалық көгілдір көгершін бе, қуанышқа өтерсің, бөлерсің де, балалықты, пәктікті, биіктер, көгершін бір жерде бөгелсін бе, балалықты шақ білдірмей сенде өттің ау, өткеніңді бірдемде сезбеппін ау, дәурен жүріп тұрғандарда әттеген ай, маң балаңды армансыз кезбеппін ау. Өмір келбеті оқитын Оспанова Айдана. Өмір келбеті, мұна өмір, жаттар бәрі кескеліп, өз ырқына аулар тылсым тестеліп, тылсым жұмбақ күрмеуі көп шешілмес. Оу, адамдар, бұл фәниден не іздедік? Айлар, күндер тез етуде тескеліп, жоғалардай жұмсақ жүріс тез желіп, жатса да артып өмір сарын тез кеміп, қалай өтті жалған өмір сезбедік. Өтіп жатыр
өтіп жатыр байқалмай, жүрек аттай тез зымырап, тайпалдай өмір озып, заман кетіп барады, болар екен болашақтар қандай. Бұл заманда қу зымиян сайтандай, күштілердің тіреуі бар, шайқалдай. Ал жуастар момындарым шындықты тұншығуда жаси берді айталмай. Шындық жатыр табандарда тұншығып, жүректерден мұңлы зарлы үн шығып. Тектілерім мұның бәрін өзгертсін, жаңа жарық қазағыма күн шығып. Сөзімді қайтеп, сүйем деп маған арнаған, жебедей болып жүректі барып жармаған, жалған қып айтып жүректі алдап кетсең де, фәниде мынау өзіңнен жақын бармадам. Сөзіңмен сонау жаныма жебеу болдың ау, сыртыңнан ғашық әттең ай жаным болдым ау. Көз жазып міне өзіңнің асыл бейнеңнен, айрығында екі қалдым қой мына жолдың ау. Қинадың жаным өзің деп соққан жүректі, айтылған кезде атыңды жүректі ретті. Өзіңсің жаным ойымда менің күнімде, сәулесін шашар қақсарып қара түнекті. Түсінбей жаным қалдың ау мөлдір сезімді, өзіңді көрсем ұмытам бір сәт төзімді. Білмедім жаным көрмедің әрі сезбедің, өзің деп жаным қиналған қатты кезімді. Сезбейсің жаным әттең ай менің жанымды, жүректің лаулап жанған алау жалынды. Түндерде талай көз ілмей жаным атырдым, өзіңсіз талай отырдым талай атыңды. Арман ай құсым, аяулы менің бақ құсым, қонақтар жалғыз жүрекке келіп ақ құсым. Аялап бақтар гүлімдей менің ерекше, басыма қонар дәулет пе әлде бақпысың. Көбіне сан алдадым үнсіз, тағы қала алмадым. Адам боп бұл өмірге сыймай барам, аққу боп неге ғана жаралмадым. Төбемнен ұшып өтті аққу қаздар, үндерін қандай әсем гәккуназдар. Көңілім алай дүлей дауылдатып, құлағыма келеді жоқ бір саздар. Деп толғанады кейде жаны жабырқағанда. Амалым нешік, айдында аяқпен кешіп, табылса бір жаман қолқы, жүземін қолыммен есіп. Бұйыртып тұрғанда шығар тәңірім бір несіп. Келмесін дұшпан жолымнан кесіп, демесе мені құдайым қолдап, шығармын өзім бір жерден тесіп. Деп алдына үлкен сенім артады. Олай болса, Алла алдыңнан жарылқасын Айбек, жасыма өрге жүз. Иә, өзіңе баршамыз тілектеспіз. Саған сенің құрметіңе арнап келген өзіңнің группаласың Түменов Әселдің бір әні бар екен, тарту етеміз. Оның алдында группаласы Әсемнің құттықтау сөзін қабыл алыңыздар. Саламатсыздар ма? Ал құрметті группаласым Айбек, сені бүгінгі шығармашылық кешіңмен шын жүректен құттықтаймыз. Саған зор денсаулық, ашық аспан, өмірдегі биік белестерден көріне бер демекпіз. Ең бірінші сені өстіп сахнаға алып шығып, сенің осы өнеріңді өстіп бағалап жүрген Бақайша апайға мыңда бір рахмет. Мына гүлді қабыл алыңыз біздің группаның атынан. Және де Айбек, саған аздаған сыйлығымыз бар. Осы қырандай биіктерден көріне бер демекпіз. Аз да болса көптегер қабыл ал группаны. Кездеспе жаным, кездеспе маған еш жерден, кездесіп қалма керуендей сонау кештерден. Кеудеңде қалса сонау күндерден отігер, көрсең де мені көрмеген болып өте бер. Кеудеңде қалса сонау күндерден отігер, көрсең де мені көрмеген болып өте бер. Онсыз да жаным достардың айтқан өлең ай, өзіңді жиі есіме сала береді ай. Жастықтың қызығы жаздағы бұлттай тез көшер, кездеспе жаным бәрі де енді кеш күнім.
Жастықтың қызығы жаздағы бұлттай тез көшер, кездеспе жаным бәрі де енді кеш күнім. Кездескен менен аңқау қалпында таппа сен. Сондықтан жаным өткен күндерді есіңде ғана сақта сен. Елдің де жаным сөзіне сенбе пендулар, мен жайлы сенің білмегенің де жөн болар. Елдің де жаным сөзіне сенбе пендулар, мен жайлы сенің білмегенің де жөн болар. Кездеспе жаным, кездеспе жаным, кездеспе жаным, кездеспе жаным, ешілер. Айбек, бүгінгі шығармашылық кешің біз үшін өте үлкен қуаныш, өте үлкен жетістік. Ең алғаш осы педколледждің табалдырығын аттаған күнің есіңде шығар. Ең алғаш сені Айбек деп қарсы алған кураторыңның, Камшат апайдың жылы жүзі, ашық шырайы есіңде болар бәлкім. Не тілейміз саған топ атынан жаңағы шығармаларыңа, өлеңдеріңе ары қарай өршеленсін дейміз. Тек жаңағы педколледж шаңырағында осы Жаркент қаласында ғана емес, ауданымыздың Қазақстан Республикасының жаңағы белгілі ақыны бол. Абай атамыздың жолын берсін. Рахмет саған. Армысыз Алатаудай ақын ата, өлеңге жан тәніңмен жақын ата, қазағымның алғашқы шақпағындай, мәңгілік сөнбейсіз сен жалын ата. Шабытыңыз шіркінай, неткен көркем, бағаланбай сол күйде кеткен екен, бірақ та бәрі шындық болғаннан соң бұзылмай осы күнге жеткен екен. Қазір сіз қазағымның хан тәңірі, халқымыздың үзілмес жан тамыры, тірісінде еңбегі ешқашанда кетеді екен еленбей жан қадірі. Ұстазым менің ардағым, біліммен өмір жалғадың, үйретуге балаға шаршамадың, талмадың, алғаш әріп таныттың, сырына терең қанықтым, қолыма қалам ұстатқан екінші анам сонықтым. Үйреттің сен жалықпай, әр сөзіңді байытпай, әр сөзің алтын ақыл ғой, шәкірттерің соныққай. Білім деген ол қандай, инемен құдық қазғандай, жастай алған білімін тасқа ойып жазғандай. Деп келетін сөздерің, шәкіртті іштей сезгенің, шәкіртті талай оқытып, қиналысты сезбедің. Шәкіртің ерке болсатың, ақырын алдап басасын, барша жұртқа жар салам, мәңгілік ұстаз жасасын. Жасасын әркез жасасын, қатарға адам қосқасын, тағы да айтам қайталап, ұстаздарым жасасын. Естігенде көк жүзінен тырнаның, жырлы мұңлы тыраулаған сырланын, еріксізден мойын бұрып елеңдеп, құлақ салып жүрегімнен тыңдадым. Тізбектеліп жыл өңірге көшеді, көш артынан бір әуездің леседі, жүрек қылын шертіп өткен бұл әуен, қалай енді жүрегімнен өшеді. Әуелеп бір әуендеткен тырнаның, келе берді саз даусын тыңдағым. О құдірет, әлі күнге әуезі, айнал соқтап ауылымның жүрмаңын. Қолым жетпес қиялымдай көктегі, тыраулап бір самғап ұшып өткені, қайталанбас ерекше әуен бұл дауыс, құлағымнан мәңгілікке кетпеді. Бейне бір әуезі бардай ән секілді шумақтала береді-ау. Ән демекші айтпақшы, мен саған үлкен жаңалықты айтуды ұмытып кетіп жаздадым ғой. Айбектің өлеңдерінде ән жазылуда. Қойшы, шын ба? Кім жазуда екен? Алла бұйыртса алдағы айлар Айбектің өлеңіне жазылған әндерді әуелетіп жүретіміз десеңші. Қандай керемет, иә? Елестетші көз алдыңа. Енді зарықтырмай айтсайшы, кім жазып жатыр?
Иә, айтпақшы, Алмас Кешкенбаевты жұлдыз еткен дарынды композитор, қазақ сазгері Арман Дүйсенов Айбектің бір емес, 3 бірдей өлеңіне ән шығаруда. Ән мен музыкалық әрлеуші Ринат Гайсин мен Андрей Беляевтар. Өлең аттары Ақ сезім, Сүйген жүрек, Шалкөде деген үш өлеңінде ән жазылуда. Бәрекелді, жарайсың Айбек. Тұра тұр, олма. Айбек Тоқтар Серікпен Алтынбек Қоразбаевтан да тапсырыс алып қойыпты. Тоқтар мен Айбек үнемі байланыста. Олармен қоса Аламан тобын білесің бе? Иә, білемін. Ендеше сол сотта Айбекпен тығыз байланыста. Бұлайша айтқанда достары деуге болады. Міне жаңалық деп осын айт. Ендеше сол топта әлі біткен жоқ. Айбектің Ақ сезім өлеңіне кім үкі тағып жүр білесің бе? Жоқ, кім екен? Белгілі әнші Ақылбек Жеменей. Солай ма? Ой, айта берсең жаңалық көп, әңгімеде көп. Айбек, талабыңа нұр жаусын. Саруайым, сағынышым, санамды улап, жан дүнием қалғандай жаман қурап, көңілім бос, іштегі жалын шеріммен, күрсінем отырып кейде бір уақ. Иә, менің жаным бір жұмбақ әлем, бола алмайды бұл өмір шын маған ем, нендей болсын әр істің дүниеде, ақырына жеткенше тынбаған ем, деп өзі жырлап өткендей, ақырына жеткенше тынба Айбек, осы бағынан тайсалма. Шабытың шыңдала берсін, өмірің өлеңмен әрі қарайда өріле берсін, талма ұш самға. Енді осымен Айбектің өмірім өлеңмен өрнектеледі деген әдеби кеш аяқталды. Сөз кезегін Бақайша Бұланбаева апайымызға береміз. Осыдан 4 жыл бұрын педагогикалық колледждің табалдырығын аттаған кішкентай ғана жас бозбала бүгін мінекей айтулы ақын деген атқа ие болып, сіздердің өздеріңіз көзайым болып отырғандай өмір жолына мінекей биыл бітіріп аттанып бара жатыр. Сондықтан да мінекей осы жаңағы жыр кешінің куәгері болып отырған кураторы Сәметхан Жұмашқызы мұнда шықсаңыз екен. Кәмшат ең бірінші 9 жылдықтан ең келгенде қарсы алған апайы Кәмшат Бозымбекова мұнда шықса екен. Сөз осы кісілерге. Құрметті ұстаздар, құрметті және біздің сүйікті студенттеріміз, бүгін 460 топта үлкен қуаныш болып отыр. Ол қуаныштың иегері, жас талант, өзіміздің тобымыздың ең еркесі, ең серісі. Сері болғаннан кейін ғой біз енді ақын жанды бала, ақын деп апайды отыр әзір өзі. Сабақ беретін апайлар да біледі, өте ерекшелігі бар. Ақын жанды адам өзі ерекше тума талант иесі. Бүгін міне жырларын оқып, туған жер туралы ой толғаныстары, өзіміздің жаңағы әзіргі өмір ағысы, өмір өзен деп бекер айтпайды. Өмірінің барлық әрбір жылына дейін жыр арнаған ақынымыз бүгін біздің Айбегіміз. Айбек, бос талантыңнан талма деймін. Себебі өзің осы қазақ тілі әдебиеті факультетін таңдап, осыған жаңа бірінші курста жалпы оқып келсең, екінші курста жаңағы филология бөліміне ауысып, өзіңнің өнеріңді шыңдап келе жатсың. Шығармашылық табысың өрлей берсін, ақындық жемісің одан ары жалғастырып, жаңағы ақындар сияқты Мұқағали, Мақатаев сияқты өзіңде соған ұқсап бара жатсың, сол өлеңдерінің. Сондай ақын бол демекпін. Осы мына талабыңнан, шығармашылық ниетіңнен талма. Енді Айбектің өлеңдері біздің осы Ұйғыр ауданының бүткіл несінің ақпараттық газеттерінде жарияланып, өзіміздің осы аудандық газетке де жарияланды, біздің Жаркент өңіріне де. Ал енді айтарым Айбек, одан да шыңдала түссін. Енді бүгін міне өте үлкен рахмет айтамын апай сізге.
Айбекті осы әдебиет өнерінің саласында Айбектің әрбір өлеңіне зер салып, осы 2-ші курстан бері сабақ бергеннен бері қаратай сіз өзіңіз шәкіртіңізді қаламынан нұр жаусын, осы баланың ақындық өнері жоғары деп басынан сипап, жоғары өнерін өрге жүздіріп келе жатсыз. Сізге мыңда бір рахмет. Әрбір талантты шығара беру ол ұстаздық шеберлік. Апай, сізге зор денсаулық, отбасыңызға амандық, сізге де шығармашылық табыс тілейміз. Айбек, саған да бар бақыт, бар қуаныш, ірі бол, тірі бол, жақсы ақынның бірі бол демекпін. Біздің ортамызға Жаркент өңірі газетінің редакторы Құсайын Бейсебаев келіп отыр. Бұл кісінің өлеңдері бүкіл республикаға танымал. Біздің аудан жұртшылығы бүкіл республика көлемінде бұл кісіні Жаркент өңірінің Мұқағали деп атайды. Сондықтан мен қазір Гүлнұр Қаспақоваға кімнің Құсайын Құскеңнің бір өлеңін оқуға рұқсат етіңіздер. Сағыныш, тәңір де тартқан болар таңғы ырымды, оғажап шаңырақтан ән құйылды, аялап шамам жетсе өтермін ау, дәнешке Құдай қосқан тағдырымды. Айтамын адалынан бұлайданып, шындықтан шығалмассыз шыр айналып, бұл да кең тазалықтың тағылым еді, көңілі көрмегенді лайланып. Мен неге жалаулатып жыр етпеппін, сыр бүгу сұңғылалы жүрек кемін, бұл да кең инабаттың үлгіседі, мінезі үлбіреген жібектейін. Кететін тіл табысып кім-кімменде, бағалай алмадым ба, мүмкін менде, бұл да кең саздың сырлы сандық еді, жаралған ән салуға шіркін кеуде. Алдыңнан ақ шуақтан атқандайын, мамырлап тұрар еді-ау мақпалдайын, бұл да кең өнердің өзі келеді, жүрегі ән деп соққан жылағыстан. Өнер деп салып еді бір ынтасын, сырлауен енді міне сағынтасын, беу да кем пейіште де нұрың шалқып, ақ таңдар алдан атар жарылқасын. Қамажай қырға созып қоңыр әнін, жылжуда арнасымен өмір ағын, іздебем ортамыздан табылмадың, күй төккен күміс өнді қоңырауым. Көк желек қондырып ап толға құсын, музаның мәңгілік боп маздауышын, іздебем ортамыздан табылмадың, алып тұр аспан астын қаз дауысың. Көл бетіп көк жиектен күн шуағын, етегін желмен жібек түрді сағым, іздебем ортамыздан табылмадың, жаулап тұр жүректерді сырлы сазың. Басынан арқа астаудың бұлтарылып, кермеде тұяқ тартып тұрса жүйрік, күн шуақты күздеп боп көрнекет, қалың ел дидарыңды жүр сағынып. Педагогикалық колледждің маңдай алды ұстаз болып жарқырап жүрген екі апайымыз отыр осында. Қадыхан Махмутовна мен Бақытгүл Нұғманова мына жаққа келсеңіздер. Гүл майысып жібектің сіңілісіндей, жүресің жүрісіңде бір білінбей, біліміңе жан жетпес асқар таудай, кәсібіңе қаламыз таңдай қақпай, тобыңда өнегелі өр мінезді Махмут қызы ұстаз ғой, дәл өзіңдей, ұстаз жоқ, дәл өзіңдей. Жоға шығыңыз. Ақ көңіл жарқын жүзді жазық қабақ, ұстаздық қасиетіңнен алдық сабақ. Байсалды мінезіңе ризамыз, колледжімнен рулы ел жатсын тарап, самғай бер бала шағаң болсын аман. Зейнеткерлік биігінде жүрсің тасып, сеніммен құлашыңды сілталысқа, өмірдің қайнарына араласып деген міне осы апайларыңыздан үлгі өнеге алған, әрбір сабақта дәріс алған Айбегіміз ақын болмай, кім ақын болады? Жаңағы ортаға шығып Айбектің өлеңдерін оқыған барлығы біздің колледждің маңдай алды ақындары. Ертеңгі жылы солардың да осындай кештерін өткізуге Алла тағалам нәсіп айласын. Біз кезегі. Ардақты ағайын, құрметті ұстаздар, қымбатты студенттер. Міне бүгін сіздердің мынау кең акт залында мінекей ақынның тойы өтіп жатыр. Ақынның тойы қазақ айтады емес пе, халықтың тойы деп мінекей. Сол дүбірлеп,
өтіп жатқан тойдың ең бірінші мен ойлаймын осы сіздердің мына ұстаздарыңыздың арқасы. Жаңа Баққаша Бұланбай қыз айтып жатыр ғой, жақсы айтып жатыр. Ұстаздардың еңбегі қай кезде де зор ол. Мына ақын болсын, аспанға ұшып жүрген, ғарышкер болсын, батыр болсын, бәрі анадан осы ұстаздың алдынан өтеді емес па? Мінекей сіздердің орталарыңызда отырған бүгін Айбек мінекей ақындығымен танылып жатыр. Оның өзі де үлкен мәртебе, үлкен құрмет. Айбектің бір қуанатыны анау сонау Ақиық ақын Мұқағалидың жерлесі болғандығы, міне көрдіңіз ба? Соның өзі де анау өлең құдіретті қара өлең мына кім көрінгенге қона бермейді емес па? Мына Айбектің басында бар екен, соған қуанып отырмыз. Жаңа қыздар жақсы айтып кетті, Айбектің өлеңдері республикалық газеттерде, облыстық, содан кейін мына Райымбек аудандық, содан кейін өзіміздің Жаркент өңір газетінде де жарияланды. Бұл енді кішкене өзі тұйықтау жігіт пе екен деп ойлаймын, көп өлеңдерін бере бермейді. Әйтпесе бізге әлгі 4-5 шумақты жаза салып, менің өлеңім қалай болды аға деп жетіп келетіндер көп. Соған қарағанда Айбектің бір тартымдылығы, инабаттылығы, өлеңін әлгі кеуде қақпайтындығы. Мен міне ақын деген сондай болу керек деп ойлаймын. Басшыға бергеннен гөрі ана жерде жатып алып жаза берген жақсы. Өйткені өлең мына тасқа басылған дүние шықпай қоймайды ғой. Талабың тас жарсын Айбек. Енді құрметті қауым, құрметті студенттер, мынау сіздерге қалай әсер етіп отыр екен? Айбектің өміріндегі бұл тұсаукесер. Өзін ақынмын ба деп ойлайтын, толғайтын бір дүние. Осы ақын болам ба, жоқ әлде басқа қатардағы адам болам ба деген. Сөз өнері деген өте қиын нәрсе, сөз киелі ғымай бет. Мынау атақты Төле бабамыз айтқан екен, қол бастау қиын емес, шабатын жерден ел табылады. Ел бастау қиын емес, қонатын жерден көл табылады. Шаршы топта сөз бастаудан қиынды көргем жоқ деп толғанған екен. Сөз өнері қиын дүние, өте киелі дүние. Енді балам, жалпы қандай салада болмасын, оқу, білім, терең білім керек, көп оқу керек. Жамбыл бабамыз таңды таң құрып дастандарын оқығанда бір дастанның жырын, сөзім екінші дастанмен шатастырмайды екен. Ол білімнің нәрі, ол жаңағы табиғи, ол кісінің ерекшелігінің нәрі. Енді біздің заман компьютер заманы, ғылымның, білімнің заманы, космостық заманы. Көп оқып айналаны түгел танымасақ, онда жақсы ақын бола алмаймыз. Жамбылдың 4 жаңағы қатшысы болған, атақты ақындар олар. Ол кісілер Жамбылдың көзі болған, Жамбылдың газеті болған, Жамбылдың радиосы болған, телевидениесі болған. Барлығын айтып беріп, өмірдегі байланысты Жамбылға түсіндіріп отырған. Сондықтан Жамбыл ақынның көзі ашық болған. Сондықтан балам, мынау тұсаукесер Баққаша апаңды енді қашанда алдынан қадірлеп, гүліңді алып шығып, мені ақын деп танытуға талпынған осы талабына, аппақ жүрегіне Қажы апаңның үлкен рахмет, аналық жүрегіне, ұстаздық жүрегіне үлкен рахмет. Біз әрқайсымызда сенің бір ерекше қасиетіңді, ерекше қабілетіңді байқаймыз. Бірақ енді дандайсып кетпесінші, ұшып кетпесінші, жерде түсіп жүрсінші, тімеркелемесінші. Біреудің балалар жалғызы да, қалай дейміз енді, арманы да, тілегі де осы бала екен біреудің. Біреудің бір баласы, біреудің жарты баласы деген сөз бар ғой. Мінекей сондай бір үйдің бір арман тілегі екен. Енді біздің анасының жүрегінің қасынан жарып шыққан біреудің құлыны екен, құлдыраңдаған. Ал енді бізге әрқайсың жақынсыңдар. Бірақ енді Айбектің жақындығы басқаша. Айбектің кішкене еркелігінде, серлігінде, серкелігінде біз басқаша бағалаймыз балам. Сондықтан мынау талабыңа, мына бүгінгі өткен кешке, мынау бүгін келіп отырған балаларға үлкен рахмет, ұстаздарға сені сыйлап. Осындай апалар қатысып еді ғой, осындай кісілер қатысып еді. Осылардың алдында мен осындай өнер көрсетіп едім. Енді Құдай бұйырса, үлкен-үлкен жерлерде жүр. Көп оқы, көп біл. Ақындық жол ауыр жол. Ал енді ақынға көз тігіп жүрген бағанағы махаббат сезімдерін жазып жүрген қыздар болса, ойланыңдар, ақынның жары болу деген қиынның қиыны. Ойланып бірақ басыңдар қадамды. Енді балам, таудай талабыңа бармақтай бақ қосылсын.
батамды, мен де ұстаздық батамды саған бердім. Үлкен рахмет балам. Қымбатты өнерсүйер қауым, бүгін бізде бір жақсы үлкен кеш өтіп жатыр. Бұл біздің Айбектің кеші, тамаша ақынның кеші. Осындай жаңа ақынды қадірлеу, ақынның сөзін тыңдай білу деген әрбір адамға байланысты. Ақынның үні деген ол халықтың үні. Сондықтан да Айбектің жаңағы көтерген жүгі де ауыр. Енді жаңа Құсайын ағамыз айтып жатыр, кішкене салмақты екен деп, салмақтана бермей, кішкене жаңа кітабыңды шығарып, жаңа өлеңдеріңді баспа жүзінде қылай. Енді бүгін ақын ретінде жаңа колледжімізде танылып жатсаң, бұдан былай да жаңа бүкіл республикамызға танымал ақын бол, өзіңнің туып өскен жаңағы мынау Нарынқол жақтағы Мұқағали Мақатаев сияқты ағаңдай болмасаң да ұқсатпақ дейді. Өзің Мұқағали өлеңдерін өте жақсы сүйіп оқитыныңды білеміз. Мынау Әбдірахман Асылбековтың мынандай өлең жолдарынан айта кеткім келеді. Танытқан қазағымның қазақтығын, танытқан қазағымның азаттығын, танытқан қазағымның ғажаптығын, айналдым сенен қазақ тілім деген жүрек лүпілің үлпілдей берсін. Үлкен шығармашылық табыс тілейміз. Мына ұстаздарыңның ақ тілегі қабыл болсын. Ақындық жолыңа үлкен сәт сапар тілейміз. Бізде мынандай Айбек деген ақын болған, бізде оқыған, мен Айбектімін, ұстазымын деп мақтанып жүрейік. Ендігі сөз Айбектің өзінде. Жарайды, енді кішкене талқы болып тұр өзімізде. Не дейміз, бәріңізге рахмет осындай жиналып келіп, осындай кешімді көріп отырғандарыңызға, ұйымдастырып берген мықты ақындарға, ұйымдастыруға осы мұрындық болып, өздері бас болып жүрген Бақайша апайға, біріншіден, екінші осы тілші мұғалімдерге, сіздерге, куратор Масеветқан апайға мыңда бір алғыс. Одан осы колледж ұжымының ұстаздарына жалпы. Және осы орайда бірінші мұрындық болып отырған кісі менің ойымша енді өзіміздің директорымыз Сара Нұрғалыққызы деп ойлаймын. Ол кісі болмаса бұндай акт салым беріп бізге осындай қолпаштау көрсетпесе еді. Сол кісіге мыңда бір алғыс. Осындай мен сияқты деп қояйын енді. Мен сияқты ақындар осы колледжден шыңдалып шыға берсін. Келесі жылда тек қана бұнымен тоқтап қоймай, шығармашылық кештер бола берсін. Қараңыздар, қаншама ақын бар. Осы ақындарға бір дүркілете қол сипақтап қойсаңыз артық етпесе. Осы ақындардың жолдары менің жолымды берсін. Осы ақындарға барлығы өздерінің осы шығармашылық кештерін ұйымдастырып, осы ұядан түлеп жүрсін. Осы жұрт біледі ғой бір Абайды бас ақынға ел балайды. Абайға ұқсамақ боп тұрсамыз, оқумен ұстаз етіп біз талайды. Атады бір ұйқысыз арай таңым, өлеңмен менің дағы бар айтарым. Халқым бар, өлең өнердерді өрістетер, өлеңмен мен де жағам сарайшамын дегім келеді. Колледжіміздегі мына беделді ақын ініме мынау Меккеден әкелген тақиямды кигізуге рұқсат етіңіздер. Киелі қасиетті ақын болсын.
осы колледжімізде беделді мынау ақын ініме өзім бір ойын күлкі витамин демекші бір пародия жазған едім. Қабыл алсаңыздар. Айбек, бер жаныма келіп отырсаң енді. Осы жерге отыр. Ақын еді сия парақ кемірген, қаңқа соның сүйек емес, құрыш болады темірден, яғни оны дейді терминатор. Кеше бала құмда ойнап секірген, көрсең сонда Айбекті танығандай боласың, шаншардағы қошанды, түрден емес қабақтан, я болмаса майкіден. Оны қойшы, мектеп барды пап ұстап, оқитында ел ұқсап, сабақ барды білім алды, күнделігін қарасаң, көз аспайсың жарықтық күрігілей екіден. Үйтіп-бүйтіп 9-ды чонжа ауылдан оқыды, Айбек кетті оқу деп, класс жетек мұғалім директордың үйінде, құтылдым деп Айбектен қазанға қазы салғызған. Документін тапсырып, келді колледж оқуға, тентектігін әкесі білгеннен соң баланың түсірді қазақ әдебиет 106-шы топ қызға. Қыздар сияқ секілді, маникюрді көп көрді, өзінде соған ұқсайырдай шашын артқа өсірді, кекілді талдап кестірген, өтіріктей білместей, көз моншақ деп жайғана мода қуып өзінше құлақтарын тестірген. Бәрі қалжың әрішін қайталанбас осы күн, кешегі жүрген жас бала ақын болып тұр бүгін. Рахмет. Көп рахмет өздеріңе. Мынау бүгін келіп отырған ұстаздарға мыңда бір рахмет. Өнердің жанашыры болып, солардың қасында сәл ғана жақсылық көрсе, соны тартып, терең теңізден інжу тапқандай болып жүретін ұстаздар еңбегі қандай керемет. Осылардың әрбір сәтіне қуанып, әрбір арайлап атқан таңына кешке дейін солармен бірге жүріп, солармен бірге қуанып шалқитын ұстаздардың алдында иіліп тағзым етемін. Рахмет. Ендігі сөз кезегі осы күміс Мырзаханына аяқтап жерсе, кереметтің жанашырымыз. Ең алдымен құрметті зиялы қауым, барлықтарыңызды бүгін жырдың мерекесіне, поэзияның мерекесіне келген қадамдарыңызға нұр жаусын демекпін. Мен қазір отырып керемет бір сезімде толғаныста отырмын. Өйткені мына өзіміздің бірінші курста кішкентай ғана бала болып келген Айбек бүгін үлкен ақын дәрежесіне жетіп отыр. Ақынның үлкені кішісі болмайды. Ауылдың ақыны, қаланың ақыны деген болмайды. Ақын ол халықтың ақыны. Бүгін үлкен ақындық жолдың ең алғашқы баспалдағына шығып отыр деп ойлаймын Айбекті. Бүгінгі басталған жыр кеші енді Алматыда, сонау Астанада жалғасын. Жаныңда сені мәпелеп, сені әлдилеп, саған жол көрсететін осындай Баққай Шапай сияқты, Бақытгүл Нұғманова сияқты, Қатыхан апай сияқты апайларың әрқашан көп болсын. Жақсы адамдар алдыңнан көп шықсын. Жақсы адамға жақсы адамдар жолығады деп ойлаймын. Бүгін біздер үлкен тарихтың куәсі болып отырмыз. Енді Құдай берді аманшылық болса, 10 жылдан кейін, 15 жылдан кейін, 20 жылдан кейін атақты Айбек ақынның алғашқы жыр болдық деп ойлауымыз мүмкін. Сондықтан ешқашан ұмытпайық. Мұқағали су ішкен жерден су ішкен. Мұқағалидың туған жерінде толған. Мұқағали басын иген жерде тәрбиеленген. Мұқағали шыққан тауға шыққан Айбектің ақын болуға толық қақысы бар деп ойлаймын. Өйткені Мұқағалиға еліктеп жазған өлеңдері бүгін мінеки үлкен тамаша, үлкен жыр жинағының бастамасы сияқты болып отыр. Айбек бірінші курстан бері өзі ерекше бала болатын. Бағана мұғалімдер айтып отыр, мен 3 жыл сабақ бердім. Айбек кейде бірінші парға кешігіп келеді, екінші парға кешігіп келеді. Ойбай, Айбек қайда дейміз ғой баяғы.
сөйтсек бұл түні бойы бұрқыратып өлеңді жазып таңертең ұйықтап қалады екен ғой. Сонда осы мұғалімдердің бәрі кешіріммен қарады, еркеледі. Өйткені ақын халықтың еркесі. Біз еркелеттік. Алдағы уақытта да өмір еркелетсін. Өмірдің тек қана жақсылығын көруіңе тілектеспін, Айбек. Төлеген Айбергенов деген мықты ақынымыз былай деп жазыпты ғой: ақын болу оңай деймісің қарағым, аузында болу айықпас ауыр жараның деген екен. Бағана Бақытгүл Нұғманов айтты ғой, ақын болу өте қиын, сөздің киесі өте қиын деп. Сондықтан алдағы уақытта ақындыққа тән, ақынға лайық тамаша өмір кешуіңе тілектеспін. Бақайша апайға тілейтінім, әрқашан өзінің жанында көптеген болашақ ақындарды, жас ақындарды жинап тернеп бар білгенін үйретіп отырады. Сондықтан Бақайша апайға тілейтінім, әрқашан шәкірттеріңіздің жетістіктерін көруіңізге тілектеспін. Бағана Жәмила Тәнекеевна бір жақсы пікір айтты. Бұл кісі орысша оқыған, сонда да қазақи өнерге жақын. Былай дейді: Бақайша апай Абайдың қарындасы дейді. Ал Айбек Мұқағалидың інісі екен. Қандай керемет үйлесімді болып отыр дейді. Солай емес пе, құрметті ағайын? Сондықтан ұлы Абайдың, ұлы Мұқағалидың рухы әрқашан сіздерді қолдап қоршап жүрсін демекпін. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Сендерге де балалар үлкен рахмет. Әрқашан тек қана шәкірт ұстаздарға тілейтінім, шәкірттеріміздің тек қана осындай жақсылықтарында кездесейік. Осындай жақсылықтарында мәртебеміз биік бола берсін. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Алдағы уақытта да, құрметті шәкірттер, алдағы уақытта да сіздерге тілейтінім, осындай өнер кештерінде, осындай кездесулерде барлықтарыңыз түгелдей қатысыңыздар. Ең болмаса кішкентай ғана ұшқыны болса да жүректеріңіздегі отты жандыруы мүмкін. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Той-тойға ұласын деген бір жақсы сөз бар. Және Бақайша апай, бүгін міне өзіңіздің еңбегіңіздің жемісін көріп отырсыз. Айбектей жігітті тәрбиелеген және бізді тәрбиелеп отырған ұстаздар қауымына мыңда бір рахмет. Және Айбек, қанатың талмай қашанда самғап жүр. Осылай ақындық талантыңмен бүткіл республиканы, әлемді таң қалдыратын бол. Және осы 306-шы топ атынан аздаған сыйлығыңызды қабыл. Айбек, сенің бүгінгі шығармашылық кешіңмен құттықтаймын. Өмірде әрқашанда осылай үлкен белестерден көріне бер. Осы шығармашылық кешіңе құттықтаймын. 203 топ атынан. Мінекей, өзімде өмір өтер талай деп ақындар айтқандай, 41 жыл еңбек етіп, өзімнің де зейнеткерлік биігіне шығуға бір ай уақыт қалыпты. Сондықтан да менің тәрбиелеп жатқан ақындарым, осы Айбекте болсаңыздар екен, сіздердің әрбір қадамдарыңызға қуанатын ұстаздар болса екен. Анау жақта отырған жас ұстаздар сіздерге аманат бұл балалар. Азаматтым ертеңгі күні осындай болып, алқып шалқып, Айбек құсап барлық өнерін елге паш етіп отырса, өздерің сияқты жас келген студенттердің барлық өлеңдерін оқып тұрса, одан артық қандай бақыт, қандай мерей керек. Айналайын Абдашимова, аты кім еді? Индира, керемет бір ақынсың сенде. Сен де осы биыл ұшып кеткен отырсың енді біздің коллективімізден, бірақ керемет ақын болуыңа тілектеспін. Кешегі сөзің жүрегімде мәңгілік қалды. Сондықтан барлық ақындар халықтың еркесі деп Күміс Мырзаханның айтқандай, мынау шағын болса да жыр кешімізге салтанатпен келіп отырған Жәмила Тәнекеевна сізге, Меруерт Мырзаханова сізге, Ардақ Қазықанқызы сізге, Батиха Жаныспаева сізге, барлықтарыңызға, мынау отырған физкультура факультетінің студенттеріне
барлық филология факультетіне, шетел тілі факультетіне, 411 топқа, 406 той Айбектің курстастарына, барлықтарыңызға мыңда бір рахмет. Айбек, ақындық тағзым. Сияпат Айбектің анасына бүгін кешігіп келмей қалды, мамаңа табыс ет. Мынау жаңағы өзі келгеніме бірталай жыл өтті, бірталай уақыт өтті, сондықтан Құскеннің бір кішкентай ұлы бар. Соған сыйлық мынау. Өзіңіз сияқты ақын болсын. Мәдина қаласынан алып едім. Тыңдап өсіп, Алланың атын әлемге жайып, бүкіл мұсылман халқын өзің жырыңменен, әніңменен осы ислам әлемі туралы шығармашылық болсын деп тілеймін. Осындай үлкен қасиеттаны мен мына аудандағы белгілі беделді ақынымыз Құсайын Бейсебаевқа мына Меккеде деген нәрсе қасиетті. Барлықтарыңыздың жүректеріңіз бүгін барлығымыздың жүрегіміз Аллада тұр. Осы жерде отырған студенттердің жүрегі де, ұстаздардың жүрегі де Аллаға ашылып тұр. Неге? Тек қана шындықты айтатын, тек қана әдемілікті көретін, тек қана әдептілікті сыйлайтын, жан дүниесімен шалқар биікте жүретін, ақын жанды адамдарды құрмет ету үлкен Аллаға деген сыйлық, Аллаға деген құрмет. Сондықтан бір-бірімізді сыйлап, түсініп, бір-біріміздің жақсы жаманымызды кешіріп, бір-бірімізді гүлдей қып, күндей қып тұрған Алланың біз бір үмбетіміз, Алланың құлымыз. Сондықтан әрбір күнімізде студенттер, сіздер де ертеңгі күні Айбекпен оқыдық деп қуанып жүресіздер. Бір-бірлеріңізді сыйлаңыздар, құрметтеңіздер. Бір жерде бірге жүрсең басын қосып, біріңді бірің сыйла сөзің тосып, біріңді бірің сыйлап қисат етіс тұрғандай, бейне қорқып, жаның шошып деп менің Абай атам айтқандай болсын. Рахмет сіздерге. Көп рахмет келгендеріңізге.